Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі видеода біз оқыту психологиясы дәрісі бойынша дәрісіміздің білім беру формаларының психологиялық сипаттамасы тақырыбын қарастыратын боламыз. Бұл алдыңғы видеодағы дәрісіміздің жалғасы. Жалпы білім беру формаларының психологиялық сипаттамасы. Жоғары оқу орындарында білім беру формалары студенттің танымдық белсенділігіне, тұлғалық дамуына, мотивациясына және оқу үдерісіндегі психологиялық ахуалына тікелей әсер етеді. Білім берудің қандай формалары бар? Олар дәстүрлі, топтық, жеке, онлайн, аралас, проблемалық, жобалық және интерактивті болып бөлінеді. Алдағы уақытта осының барлығына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ең бірінші ол дәстүрлі оқыту. Дәстүрлі оқытудың психологиялық ерекшеліктері ол рефлексия деңгейі, зейіннің тұрақтылығы, тыңдалым арқылы қабылдау және де әлеуметтік эмоционалдық фактор. Жалпы осы дәстүрлі тәсілді қолданғанда нені ескеру қажет? Білім алушыларды оқу материалын қабылдауға ынталандыру. Оған осы сабақта нақты оқу мақсатын қою арқылы қол жеткізеді. Оқытушының білім алушылармен қарым-қатынасына қызығушылық танытатын материалға деген ішкі құндылық қатынасы. Білім алушыларға бейнелерді қабылдау арқылы құбылыстар мен заттардың маңызды белгілерін түсінуге мүмкіндік беретін оқытудың техникалық құралдарын тарту. Оқу материалы мазмұнының терең ойластырылған логикасы. Және де бағдарлама аясында білім алушыларға қол жетімді ақпарат көздерінде жоқ түпнұсқа материалдарын таңдау. Келесі слайдымызға көз жүгіртсек, бұл жерде топтық оқыту формалары. Топтық оқыту формалары бізде үшке бөлінеді. Ол топтық жұмыс, пікірталас және де тренинг. Психологиялық сипаттамасы ол коммуникативтік дағдыларды дамыту. Топтық жұмыста студенттердің бір-бірін тыңдауы, дәлелдеу, өзара келісу қабілеттерін арттырады. Әлеуметтік рөлдерді бөлу. Көшбасшы, ұйымдастырушы, орындаушы секілді рөлдер студенттің тұлғалық ерекшеліктерін айқындайды. Эмпатия мен толеранттық. Әртүрлі көзқарастармен бетпе-бет келу, эмоционалдық дамуды күшейтеді. Және де мотивациялық әсер. Топтың қолдауы студенттің ішкі мотивациясын арттыру мүмкін. Бірақ интроверт тұлғалар үшін керісінше кернеу туғызуы ықтимал. Келесі бізде жеке, яғни дербес оқыту формасы. Жеке оқыту формасы білім алушының қабілеті, қызығушылығы, қарқыны мен дайындық деңгейіне сәйкес ұйымдастырылатын оқыту түрі. Психологиялық ерекшеліктерін атап өтетін болсақ, жеке оқшаулану қаупі, дербестік пен жауапкершілік, темпті таңдау еркіндігі және де ішкі мотивацияның артуы. Келесі оқытудың түрі бізде онлайн, яғни қашықтан оқыту. Онлайн немесе қашықтан оқыту білім алушы мен оқытушының бір кеңістікте болуын талап етпейтін, оқу процесі интернет арқылы жүргізілетін оқыту формасы. Онлайн оқыту формасының психологиялық сипаттамасын айта кететін болсақ, ең бірінші ол өзін-өзі басқару дағдылары. Екінші ол танымдық икемділік. Келесі эмоционалдық жүктеменің ерекшелігі. Және де әлеуметтік оқшаулану мен цифрлық құзыреттілік болып табылады. Келесі слайдымызға көз жүгіртетін болсақ, бұл жерде бізде аралас оқыту формасы берілген. Аралас оқыту дәстүрлі оқытуды онлайн форматтағы оқытумен ұштастыратын оқыту моделі. Бұл оқыту формасының психологиялық ерекшеліктерін атап өтетін болсақ, олар практика мен теорияны үйлестіру, икемділік, мотивацияның тұрақтылығы,
және де стресс деңгейінің төмендеуі. Келесі бізде проблемалық оқыту. Проблемалық оқыту білім алушыға алдын ала шешімі белгісіз оқу мәселесін, яғни проблемалық жағдай, ұсыну арқылы ойлауды дамытуға бағытталған оқыту түрі. Проблемалық оқыту формасының психологиялық сипаттамасы ол сыни ойлау, танымдық мотивация, рефлексия және де эмоционалдық белсенділік. Келесі бізде жобалық оқыту. Жобалық оқыту білім алушылардың нақты практикалық немесе ғылыми жобаны жоспарлау, орындау және қорғау арқылы білім алу процесі. Бұл оқыту формасының психологиялық ерекшелігі ол кәсіби бағдар, жауапкершілік, креативтілік және де командалық жұмыс. Келесі бізде тренингтік және де интерактивті оқыту формалары. Бұл оқыту формасы тұлғалық және кәсіби дағдыларды тәжірибелік жаттығулар арқылы қалыптастыруға бағытталған белсенді оқыту формасы болып табылады. Осы тренингтік және интерактивті оқыту формаларының психологиялық сипаттамасын атап өтетін болсақ, олар эмоционалдық серпін, әлеуметтік құзыреттілік және де әрекеттегі оқу. Студенттерге білім беру формаларының психологиялық сипаттамасы олардың танымдық, эмоциялық және әлеуметтік дамуына әсер етеді. Әр форма студенттің тұлғалық ерекшеліктеріне, мотивациясына, темпераментіне және кәсіби бағытына байланысты әртүрлі нәтиже береді. Сондықтан, жоғары оқу орындарында білім беру үдерісін ұйымдастыруда осы психологиялық факторларды ескеру студенттің жан-жақты дамуына, оқу тиімділігінің арттуына және кәсіби тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын ары қарай келесі видеодан көре аласыздар.